Баршаңызға қайырлы күн достар. Бұл сабақта тюльдің түрлері және олардың дұрыс кесілу жолдары түсіндірілетін болады. Бұл жерде жіппен кесілетін тюльдер, бұларға капрон, креп немесе бамбук секілді тюльдер жатады. Келесі грек сетка, бұл жіппен кесілмейді, сондықтан да дұрыс кесілуін қазір видеода асықпай көрсететін боламын. Рисункамен болғанда қалай кесіледі, однотонный қалай кесіледі. Қазіргі таңда грек сетканың түрлері өте көп шығып кеткен, арзан түріне ұрынып қалмау үшін грек сетканы ұстап көрген дұрыс. Егер оның качествосы жұмсақ болып, созылмалы болып тұрса, онда мүмкіндігінше ол тюльді алмай қойыңыз. Егер ұстаған кезде тюльіңіз кішкене тығыздау болып тұрса, онда осы грек сеткасын алғаныңыз өте дұрыс болады. Тюльдер бойынша кішігірім тоқталып өттім. Енді осы грек сеткасының дұрыс кесілу бойынша айта өтейін. Тюльімізді столдың үстіне толықтай жайып алатын боламыз. Одан кейін төменгі жағын бір келкі столдың сызығымен бірдей етіп, қыстырғышпен қыстырып аламыз. Төменгі жағының екінші шетінде осылай тюльімізді тартып, бір келкі столдың үстіне қойып, астын қыстырып алатын боламыз. Астыңғы бөлігін толықтай қыстырып алғаннан кейін жоғарғы жағынан осылай тартамыз. Егер сіздің тюльіңіз былай қарай қисайып, немесе керісінше былай қарай қисайып тұратын болса, ол дұрыс емес деген сөз. Жоғары қарай тартқан кезде ровно тартылса, яғни осылай кесе беруіңізге болады. Төменгі жағы кішкене көтеріліп кетсе, осылай кішкене түсіріп, столдың бойымен туралап аламыз. Енді тюльіміздің шеткі бөлігін түзулейтін боламыз. Ол үшін қисық бөлігінің ең үлкен тұсын өлшейміз. Бізде примерно 12,5-13 см шықты. Енді кішкене асырып 14 см етіп барлық жерінен осылай белгі қойып аламын да. Метрдің көмегімен бір келкі етіп сызып шығамын. Бізде тюльіміз жұмсақ болғаннан кейін метрдің үстінен қолымызбен кішкене басу арқылы сызсақ, сонда тюльіміз ары бері жылжып кетпейтін болады. Төменгі бөлігінен тоже 14 см сызып алдым, белгілеп алдым. Енді үстіне метрімізді қойып сызып шығатын боламын. Бормен сызып алған сызықтың үстінен осылай қайшымен кесіп шығатын боламыз. Тюльіміздің шеті толықтай кесіліп болғаннан кейін байқасаңыз, шеткі бөлігі өте аккуратына бір келкі болып кесілген. Грек сеткада ортасын тауып кесу керек болса, тюльіміздің екі шетін біріктіріп ұстаймыз, және тура сол біріктірген бойынша төмен қарай тура центрін тауып алатын боламыз. Сол центрді, мысалы мынау центріміз болса, осыны төмен қарай қойып, оны қыстырып аламыз. Және тюльдің екінші бөлігінде тартып төменгі жағын бір келкі сызықтың бойымен қойып, осылай қыстырып алатын боламыз. Тюльіміздің жоғарғы жағынан да екі бұрышын біріктіре отырып, тюльдің центрін тауып аламыз. Одан кейін жоғары қарай тартқан кезде осылай бір келкі бізде пайда болады. Немесе осылай қисайып, или былай қисайып жатса, асты үсті қисайып жатса, тюльіміз дұрыс жатпайды. Ол кезде кеспеу керек. Осылай ровно бір келкі жатқанына көзімізді жеткізгеннен кейін ғана біз кесіп алатын боламыз. Мына жерде тура осылай кессеңіздер болады, бірақ мен бұл тюльді кескен жоқпын, өзі кішкентай ғана болғаннан кейін бөлшектеп тастамайын деп кескен жоқпын. Жалпы осылай кесесіздер деп көрсеткім келді. Тура осындай, бірақ безничего грек сетканың төменгі жағын көрсеткім келді. Мысалы, бұл тюльдерді жоғары жақтан тартқан күнде де, мысалы, утяжелителі кішкене көтеріліп тұрады. Ол жағынан қатты қорқудың керегі жоқ. Бұл высота өлшеген кезде де өсіп тұрғанымен, ілінген кезде өте аккуратны әдемі болып тұрады. Бұл утяжелителден қатты қорқудың керегі жоқ. Если бірақ тюльіңіз қатты арзан болып тұрса, ол төменгі жағы қатты қисайып кететін болады. Былай жырылып қалатын болады, осы утяжелителі. Сондықтан өте качественный тюль алған дұрыс. Міне байқасаңыздар, мына жерде сәл ғана болып тұр, бұл нормально. Мысалы, өсіп қатты көтеріліп кететіндер бар, арзандар ше. Вот. Мысалы, сізге 20 метр тюльден 6 метрін кесіп алу керек болса, осылай 6 метр деген жерді центрін осылай тауып қойып алсаңыздар, және жоғарғы жақтан тартып, төменгі жағынан қыстырып, жаңағы көрсеткендей тура видеодағындай істеп, бірақ центрден емес, өзіңізге керекті бөлігін кесіп аласыз. Сонда примерно жоғарғы жақта сіздің өлшеп алған 6 метріңіз, төменгі жағында 14 метр жатады. Сонда сіз 6 метр керек матаңызды осылай кесіп аласыз. Видеода көрсетілгендей тюльді екіге бөліп алсаңыздар болады. Енді рисункалы тюльдерді қалай кесу керектігі жөнінде түсіндіре өтейін. Мысалы, тюльіңізде осындай рисунка орналасқан болса, бұл кезде, мысалы, разрез болсын, немесе жалпы тюльді кесетін кезде тура рисунканың үстінен кеспеу керек. Мысалы, мына жерде жасыл сызықпен сызып қойдым. Мына рисунка мен мына рисунканың дәл ортасынан
Тюльдің рисункасы жоқ жерден тура ортасынан кесу керек. Жан-жағындағы рисункалар екі шетінде қалып кетеді. Сонда тюліңіз тігілген кезде өте аккуратно рисункаларда бұзылмай мощный болып тұратын болады. Егер мынадай рисункаларда, мысалы болады ғой, панно тюль деп айтып жатады, үлкен рисункасы бар. Ол кезде мысалы сізге 6 метр кесу керек болса, тура рисункаға сәйкес келіп тұратын болса, примерно 10-15 сантиметр өткізіп жіберіңіз. 6-да 15, 6-да 20 ғып кессеңіз болады. Главный рисунканың үстінен емес, керісінше екі рисунканың ортасынан бос жерден кесу керек. Сонда ол жерден тігіс түскен кезде рисункасы өте аккуратно, әдемі болып тұратын болады. Ендігі кезекте жіппен кесілетін тюльдерге тоқталайық. Бұл шеті бізде кесіліп қойған өте аккуратно болып тұр, бір келкі. Ал тюльдің екінші шеті өте қисық болып тұр. Рулонда осылай келген. Қазір біз осыны туралап кесетін боламыз. Ол үшін тюліміздің ең қисық жерін анықтап аламыз, вроде ең төменгі жағы сияқты. Ол үшін төменгі бөлігінен кішкене қайшымен кесіп аламыз, сол жерден өзі жіп шығады. Сол жіпті жоғары қарай тартатын боламыз. Осы жіпті тарту арқылы бізде түзу сызық пайда болады. Бұл жіпті тартқан кезде байқасаңыздар орын қалып кетеді. Бірақ бұл бізде түзу емес екен. Ары қарай ортасына келген кезде де бұдан үлкен қисық жері бар екен. Енді сол қисық жерінен центрі, сол жерден бір жіпті алып, төмен қарай қайттан жіпті тартатын боламыз. Осылай тарта береміз. Жіпті тарту арқылы қандай тюльдерді кесеміз десеңіздер, креп, бамбук, капрон, леондар бар. Негізі өте көптеген тюльдерді осылай жіпті тарту арқылы кесуге болады. Мысалы, қазір байқасаңыздар, осы жіпті тарту арқылы біз төмен қарай түстік. Міне разницасы, мынау бастапқы жіпті тартылған жері, мынау екінші тартылған жері. Бізде бірінші жібіміз дұрыс болмады ғой. Енді екінші тартылған бойынша кесетін боламыз. Кеспес бұрын біз тағы да жоғары қарай тартып аламыз, себебі бізде тағы да одан кішкентай жер жоқ бекен, соны анықтап аламыз. Может, тағы да кішкентай жер шығатын болса, сол бойынша кесетін боламыз. Ондай жер жоқ екен, біз уже жоғарғы жағына шықтық. Енді осы тартылған бойынша төменгі жақтан бастап барлығын аккуратно кесіп шығатын боламыз. Осы кезде айтқым келіп тұр, кейбір тюльдер жіпті тартқанға да бағынбайтындар болады. Вроде жіпті тартса түзу кесілетін сияқты болып көрінгенмен, даже 1,5-2 метр разница беріп кетеді. Сондықтан да жіпті тартатын кезде өте аккуратно, сенімді болғаннан кейін барып тарту керек. Нақтырақ бір айта өтейін, байқасаңыздар, мына жерде жіп жоқ. Жаңа тартқан жеріміз. Енді осы жерден қайшымен аккуратно кесіп шығатын боламыз. Сонда бізде барлығы түзу өте әдемі болып шығады. Видеода көрсетілгендей біз тюліміздің қисық жерін, яғни артық жерін кесіп алып тастадық. Тюль ілінген кезде өте аккуратно болып тұру үшін осы кесудің маңыздылығы өте үлкен. Сондықтан да қандай жағдай болса да асықпай бірінші тюльдің шеттерін кесіп алғандарыңыз дұрыс, түзу қылып. Сабақ түсінікті болса мен өте қуаныштымын. Келесі сабақта московский шовтың және обычный тігістің түрлерін түсіндіретін боламын. Сіздерге қайырлы білім болсын.